бірге есесі кеткенін біліп жүрсін. Әр бұзылған 3 фактінің екеуінде Назарбаевтың әулетінің не өзі, не әулеттің жанындағы лауазымды шенеуніктері жерлердің бәрін ала берген. Бөліп ала берген. Алматы облысын былай ауыстырып, Назарбаев облысы деп қою керек. Мен мейлі халыққа қайтарам дейді. Бірақ маған мынау ауылдан бір гүл ашылмаған қызды беріңдер. Сіз айтқан әкімдердің бірі Шөкеев мысалы. Ол жөнде бірталай ақпарат түскен маған. Қарасам былық. Былықтың арты былық. Жамбыл облысының әкімі болған Мырзахметов Асқар. Түркістан облысының әкімі болған, Шымкент қаласының әкімі болған Жансейіт Түймебаев, Ғабидолла Абдрахимов. Соларды қуана тексеру, солардың кезінде шығарылған қаулыларды біз толығымен инвентаризациядан өткізуіміз керекпіз. Атырау облысының басшысы, Солтүстік Қазақстан облысының басшыларын толығымен алып тастау керек. Тағы да бір 10 шақты бұрынғы облыс әкімдері бар. Тексеруге болар еді. 4 адамның өмірін жалмаған қайғылы оқиғаның кінәсі кімде? Ол жерде Тасмағамбетов, Есимов, Байбек, Сағынтаевтың қатысы бар. Қазір мыңдаған адамдардың өмірі қыл үстінде. Қарақорлардың шыңғырған дауысы шықсын. Аязда шыңғырған сырдың бойындағы доңыздардың дауысындай. Ең бір күрделі сұрақтардың бірі мен үшін. Ертең әдеп комиссиясы мені шақыртып алады, жаңағы тиісті шаралар қолдануы мүмкін. Міне мәселе сода болып тұр да. Халық қазақтың жерін талан-тараж қылған Назарбаев пен оның әулетін кешіре алады деп ойлайсыз ба? Жеке өзім кешіре алмаймын ол кісіні. Әйелім Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың немере қызы. Қазір ішіп жатқан ложкаларым сол Димаш Ахметұлы ложкалары. Қонаев атамыздың бір тектілігі сезіле ме? Сезіледі, оның шешесінде сезіледі.